елге барып, Аужекен қолдап, өзіңіздің енді шәкіртіңіз ғой. Сондықтан Аужеке сізді құттықтаймын. Рахмет. Сол жақсылықта кездесейік. Мына жерде өзіміздің бір кішкентай енді осы дәстүр бойынша бір сыйлығымыз бар еді, шағын. Соны беруге рұқсат етіңіз. Sizin jigitlerin atынан өзіне 3 комната квартира. Алдынан қарсы алып, ыстық ықылас білдіріп, осындай үлкен жылы көңілменен ұлықтап жатқандарыңызға рахмет. Енді Қарағанды менің де түлеп ұшқан алтын тұғырым ғой. Сондықтан осы ақындардың барлығы, осы Айтбай бар, Мақсат бар, Тілеген бар, Дидар бар, Өміржан отырған жерде барлығы менің шәкірттерім ғой, өзім мектебімнен шыққан. Сондықтан да ерекше қуаныштымыз. Осы қияға қанат қақтырған Қарағандының ақындары қашанда өздерінің мықтылығын дәлелдеп келе жатыр. Кешегі Шашубайдың, Доскейдің дәстүріменен осы тәуелсіздік жылдарында Қарағандының айтыс ақындарының мектебі өзінің қанатын жайып келе жатыр. Сондықтан да алдағы уақытта да Қарағандының айтыстың байрағын көтерген ақындары елдің жердің намысын биік ұстайды деп есептейміз. Еліміз, жеріміз аман болсын, сол елдің еңсесін көтеретін, сөзін сөйлейтін осындай талантты бауырларымыз көбейе берсін деген. Кешегі Астанадағы болған 2 күндік алтын домбыра айтысы еңбек ел ырысы деген атпенен өтті. Осы парламентіміздің төрағасы Ерлан Жақанұлы өзі ашып бастап, ақындарға ақ жол тілеп, осы елордасының төріндегі бір айтулы үлкен шара болды деп ойлаймын. Алғыс айтамын. Рахмет саған. Еңбегің жана берсін. Ары қарай да қолдаймыз, білесің. Жігіттер бар, бәріміз қолдап. Болашақта үлкен жерлерде тағы да сахнаға шығып өзінің өнерін көрсетеді. Рахмет саған. Кешегіден бүгінгі әсер асып түспесе кеміскен жоқ. Ол деген енді ел ағасы елге келіп жатқанда мынандай құрмет, қошемет көрсетіп, елге жеңіспен келді деп қуаныштарыңызды көріп тұрмын. Соған өзімді ішіммен қатты толқып қуанып тұрғанымды енді сезініп жатқан сияқтымын. 2012-ден 2018-ге дейін бірыңғай қатысып келдім. 2018-де айтыстан алыстап кеттім да, міне содан 5 жылдан кейін бірінші рет барып келдім. 5 жыл арада қатысқан жоқпын. Маркасы Америка Шевролеті, каркасы Өзбекский бұйым болды. Мәкен жаяу жүргенде тоқтамаушы шартарапты шарлауға бейім болды. Адам көлік алды енді тоқтамайды, бір орында ұстатпай зуылдайды. Айтағам айтып жатыр әкім берген, тағы да 3 бөлмелі үйімді. Сенлігін біздерге ұнағанмен, бір күс үшін құны көп тиын болды. 30 күнде өзіңді әлем көрер, үйдегі жеңге бізге қиын болды. Өздеріңізге мәлім кеше ғана елорданың төрінде Аманат партиясының бастамасымен мәдениет ақпарат министрлігінің ұйымдастыруымен өткен жылда аламан айтысы өтті. Айтыстың негізгі тақырыбы еңбек адамдарына еңбек ел ырысы деген тақырыппен өтті. Алтын домбыра осымен 2012 жылдан бері өткізіліп келе жатқан алтын домбыра республикалық аламан айтысында алғаш рет Қарағандының тарихында, Қарағандының айтыс тарихында алтын домбыра арқа жеріне тігілді.
негізгі себепкер біздің мақсат Аханов бауырымыз. Сондықтан ең алдымен баршаңызға осы жүлде алтын домбыра арқа жұртына қайырлы құтты болсын деген. Енді бұл шын мәнісінде үлкен оқиға, тарихи оқиға, ғажап дүние болды деп есептейміз. Мен кеше әлеуметтік желіге осы қуанышты жаңалық естіген кезде арқа жері қашаннан өнердің, мәдениеттің мәуле бесігі, алтын бесігі деп білеміз. Ал қазақпен бірге жасасып келе жатқан, ұлтымызбен бірге жасасып, біте қайнасып келе жатқан біздің қасиетті қара домбырамыз осы арқаның бір символ іспеттес деп едік. Сол қара домбырамыз бүгін алтын домбыра болып оралып отыр, алтынмен атталып оралып отыр. Ол да құтты болсын. Астана қаласында елордасы төрінде 2 күн бойы үлкен ордалы жиын болды. Есілдің жағасында айтыс өнерінің сонау ғасырлардан жалғасқан біздің бекзат өнеріміздің, ұлық өнеріміздің байрағы көтерілді. Қазақстанның түкпір-түкпірінен аузымен құс түстеген жүзден жүйрік мыңнан тұлпар тұғырлы ақындарымыз бас қосты. Сол аламан бәйгеде біздің мақсат бауырымыз жүзден жүйрік шығып, мыңнан тұлпар шығып, мінекей алтын домбыраны орталарыңызға алып келіп отыр. Сондықтан да осы жеңіс баршаңызға да құтты болсын. Әрине, айтыстың негізгі алтын айдарлы тақырыбы ол еңбек ел ырысы деп аталады. Біздің ақындарымыз тілі жеткенше, өнері жеткенше сол еңбек адамдарын керемет жан-жақты жырлады. Біз бүгінгі қоғамдағы қарапайым еңбек адамдарын құрметтеуіміз керек деп мемлекет басшысының өзі айтқандай, осы ақындарымыз қарапайым еңбек адамдарын жеріне жеткізіп, тамаша жырлай жүрді деп ойлаймын. Соның қатарында біздің мақсат інімізде қаншама біздің кеншілеріміздің, шахтерлеріміздің, диқаншыларымыздың осы барша еңбек адамдарының еңбегін жан-жақты жырға қосты. Құрметті осы қарағандылықтар, мынау Қарағанды алтын аунаған, мына тұлпар аунаған жерде тұл қалады дейді. Ежелден, ертеден өзінің ақындық мектебі қалыптасқан өңір. Кешегі Шаршубай мен Доскейлердің ізін басқан ақындар қай кезеңде де елдің сөзін айта білген. Сол бабаларымыздың, аталарымыздың ізін басып, мінекей мақсатта өзінің елдің жүктеген міндетін абыройменен қорғап келді деп ойлаймын. Алдына жан салған жоқ, жүзден жүйрік мыңнан тұлпар болып, мақсат бауырымыз алтын домбырамен жібек орталарымызға алып келді. Құтты болсын. Қарағандының аспанын қара бұлт алмасын ешқашан, жамандық болмасын, өткенде де қайғыдан кейін тек қана алтын домбырамен тек қана жақсылықтар берсін. Осы ырымшыл халықпыз ғой, ырымшыл халықпыз. Сондықтан алдарымызға ақындарымызды алтын домбырамен бірге алдарымызға алып келіп отырмыз. Қашан да қалада той болсын, халқымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын, Қазақстан халқы қашан аман болсын. Алтын домбыра сіздерге бір жыл бойы сақталады. Сөйлестік. Осы қаланың ең үлкен музейінде бір жыл бойы сақталады. Қауіпсіздігі қамтамасыз етіле отырып. Енді бұл алтын домбыраның аясында қалада түрлі жобалар жасауға болады, мәдени танымдық шаралар, халық келіп көрсе болады. Жоғарыда мақсат бауырымыз айтқандай, балаларды жинап алтын домбыраның жанына осындай бір танымдық үлкен шаралар жүзеге асыруға болады. Сондықтан да музейге келіңіздер, тамашалаңыздар, алтын домбыра бір жыл бойы сіздердің осы ағаларымыздың ізін жалғап келе жатқан жастарға үлкен бір мотивация деп ойлаймыз. Бұл жыл сайын Қарағандыда қалатын болса, жыл сайын бізде пәтерге тұрады деген профессионал беріп жатыр. Сондықтан құлақтарыңызға алтын сырға, алтын домбырамен болса. Енді осы арқа ақындарының ағасы Ойбай ағамыз
біздің ортамызда ойбайға біздің бірімізді айта отырмыз. Қуаныш құтты болсын. Мың қайғының артында мың бақыт бар дейді. Кеше ғана қасірет шеккен Қарағанды жұрты осы руханият кеңістігіндегі мақсаттың жеңісімен бір қуанып, бір түлеп қалып жатыр. Бұның өзінде Аллаға шүкір дейміз. Ғаметті жаппай елдің бәрі мақсат деп жатыр. Мынау арқаның ақтаңгері, Ақтоғайдың керемет алдаспаны деп жатыр. Бұл мақсат аспаннан түскен жоқ. Кешегі осы бәйге алғанда мен көз алдыма кешегі серігіндерде бірге жүрген Асылмұрат дос ағам есіме түсті. Асылмұраттай асқақ, даңқты әншінің перзенті ғой. Бұл сол шаңырақта дүниеге келген. Бұның топырағында текті. Топырауын Ақтоғайдың топырағы. Ол топырақтан, кешегі Манарбек Күләштер туған топырақтан, кешегі Аққыз күйші өткен топырақтан Асылмұраттай әншінің туылмауы мүмкін емес еді. Ал Асылмұраттың ел шаңырағынан осы мақсаттың дүниеге келгені ол заңдылық деп ойлаймын. Тірі болса Асылмұрат ағамыз бөркін көкке лақтырып, Құлбайбайды айтып қарсы алады деп туа белді. Ең бірінші қуанышым бұл халықтың екі қуанышы, өз басының, адал жарының, бәрін айтты, бірін айтты. Ол топырауының бойында Ақтоғайды күтіп отырған Ғалия анаңның қуанышы. Осындай перзент әкелген дүниеге, осы мақсаттай. Айналайын, жұлдызың жана берсін, бағың өңдей берсін. Сөздің уәлі аузың дуалы боп, кешегі 2 күн бойы елге керемет, рухани үлкен қошемет сыйладың, елдің көңілін көтердің, аспандаттың. Алғысым шексіз, осылай жүздер келіп жатыр, елге бәйге келіп жатыр деп уақыттарыңызды алдымыздан шығып қарсы алып, өздеріңіз алғандай қуанып жүргендеріңізді көріп жүрегіміз толды. Кешеден бері өзім сезіне алмай жүрдім, елден келе жатқан сияқты. Жиі болып тұрады десейші. Бұл енді бірінші осы Алланың, екінші осы Аманжол ағаларымыз, осы Қойдыбай ағамның, Айтбай ағамның еңбектері бірінші ойда осы кісілер тұрады. Одан кейін жаңағы өзіміздің шамалы өнерімізбен талпынысымыздың арқасында деп мені рухани қолдаған, 2 күн ұйқысын мен Астанада айтысып отырсам, Алматыда жүрсе де менімен үнемі телефонда байланыста болған осы Дидар бауырыма Алла разы болсын. Жұғысты болсын саған, Дидар. Сары жалпы емес, сары алтын сарыарқада тұруға лайықты ғой. Кешегі қайғыдан кейін, кешегі апаттан кейін кішкене болсын елдің көңіліне бір қарлығаштықтың қанатымен су сепкендей шаруа ғой бұл енді. Құтты болсын.